Атамыз Қабдылашим, апамыз Күрән. Тірлікте ғұмыр кешті мағыналы, сыйлады алыс жақын жас пен кәрі. Бар немереге сара жолды салып кетті, өздеріңді сағынды бәрі. Ата-апа, бейнеңіз жадымызда, жүргендейсіздер әлі күнге жанымызда. Сіздердің жүріп өткен жолдарыңыз өнеге біздің ғұмыр жолымызға. Атам жайқалған бәйтерек тамыры терең деген, апам шаңырақтың тірегі бола білген. 100 жасында еске алады ұрпағы, жәннат болса екен мәңгі бақи тұрағы. Құрметті ағайын туыс, құда жекжат, жора жолдас, атамыздың көзін көрген барша жамағат. Сіздерді 2024 жылдың 18 қазан күні сағат 12:00-де атамыздың 100 жылдығына орай рухына бағышталып оқылатын Құран хатымға еске алу асына шақырамыз. Мекен жайы Өскемен қаласы, Есенберлин даңғылы 12, Хансарай хатымханасы. Ас беруші немерелері мен жиендері.